Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше, өзгеше болып шығатын сосиска в тесте жасаймыз. Ал кеттік. Ең алдымен ыдысқа 300 мл жылы суды құйып алуыңыз қажет болады, және оған 2 ас қасық шекерді, 1 пачка дрожж, 1 шай қасық тұз, және 2 ас қасық сұйық май құясыз, және 1 жұмыртқаның ағыны қосуыңыз қажет болады. Сарысын шетке алып қойыңыз, ол бетіне жағуға қажет болады. Және осылай ұнды електен өткізіп, осылай араластырып қосуыңыз қажет болады. Ұнның мөлшерін жазбаймын, осы видеодағыдай қамыр болып шыққанға дейін қосуыңыз қажет болады. Негізі қамырды өте жұмсақ еткен дұрыс. Сол кезде булочкаларыңыз өте болып шығады, жұмсақ болып шығады. Осылай жұмсақ болып шыққаннан кейін бетіні жауып 1-1,5 сағатқа ыстық жерге алып қоюыңыз қажет болады. Және 1-1,5 сағаттан кейін осындай қамыр болып шығады. Қолыңызды сәл ұн етіп алып, осындай қамырды форма келтіресіз. Міне мен видеода көрсеткендей, және оны осылай ыдыстан түсіруіңіз қажет болады. Және оны шетке алып қоя тұрыңыз. Енді ішіне сосискаңызды дайындап алыңыз. Маған 5 сосиска, негізі осы мөлшердегі қамырға маған барлық сосисканы қолдандым, бірақ осылай барлық сосисканы қолдандым. Негізі бұл менікіндей істемесеңіздер де, сіздер полный сосисканың өзін ұзын етіп істетсеңіздер де, бұл рецептпен өте ерекше болып шығады. Бірақ мен әрдайым бір түрде істегеннен гөрі осылай әдемі кішкентай қып істегенді мақұл көрдім. Мына осылай форманы, осылай пиаланың көмегімен кесіп алыңыз, немесе өзіңізге удобный кез келген формаңыз болса, сол домалақ етіп кесіп алуыңыз қажет болады. Және осылай 4 жағынан кесесіз, ортасына сосисканы қоясыз, видеода көрсетілгендей етіп, және оны қазір булочка етіп форма жасауыңыз қажет болады. Видеода көрсетілгендей етіп, видеоны мұқият қарап істесеңіздер, өте әдемі, ерекше болып шығады. Балдарыңызда, жас балдарға да өте қызық болып көрінеді. Әрдайым бір түрін жегеннен гөрі осылай формасын әдемі етіп істеген де дұрыс, креативный болып. Міне дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, барлығына осылай етіп булочка қылып шығасыздар. Розочка болып шығады сонда. Дәл осы рецептпен ішіне варенка қосып істесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Енді мен сіздерге бұл қамырдың жұмсақтығыны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте оңай, аз нәрсемен істелінеді. Және осылай жұмыртқаның сарысымен беттеріне осылай жағып шығасыз, және духовкада 180 градуста 30-35 минутта қызарғанға дейін пісіріп алуыңыз қажет болады. Осымен біздің булочкаларымыз дайын, өте ерекше болып, өзгеше болып шығады. Егер де сізге ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі көріскенше.